Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті көрермендер. Өздеріңізге белгілі, біздің арнамызда біраздан бері көптеген видеолар шығып жатқан жоқ. Сіздерден кешірім сұраймыз. Күйбелең тіршіліктің жағдайына байланысты видео салып жатқан жоқпыз. Дегенмен бізде алда талай жоспарлар бар. Bir айдан соң қайта қауышып, өзекті мәселелер мен қызықты тақырыптарды біздің арнада сіздермен бірге қозғайтын боламыз. Бүгін 27 маусым 2023 жыл. Сіздермен бір сүйінші хабармен бөліскелі тұрмын. Еліміздің белсенді блогері Әлекең Балғожаев Әлғожа ағамыз міне бүгін сот үкімімен бостандыққа шыққалы тұр. Осы жағдайда сіздерге бөлісейін деп бүгін міне назарларыңызға эфир әзірлеп жатқан жағдайым бар. Бүгін Шымкенттеміз, қазір Сәуле түрмесінде. Қазір Әлекең бостандыққа шығып жатқан бейнесін сіздерге біздің арнамыздан STV Channel және Сәкен Әбсеметов тиктогымыз бар, инстаграмымыз бар, барына шығаратын боламыз. Ағай туысқандары, белсенді блогерлері Түркістаннан қазір ат терлетіп, ат басын осы Шымкентке бұрып жатыр, жиналып жатыр. Қазір Әлекең қазір шыққандағы бейнесін сіздерге ұсынатын боламыз. Қазақ елі сүйінші белсенді блогер халықтың арасына қайта оралды. Мінекей, Құдай қаласа. Шықты ма? Шықты ма? 27 маусым, мінекей. Сағат 7-ден 9 кеткенде міне Әлекең бостандыққа шығып жатыр міне. Мінекей Әлекең бостандықта, Құдай қаласа. Қалайсыз Әлеке, жағдайыңыз Ассалаумағалейкум. Әлекең шыққан. Әлекең. Түркістанға жол тартып енді міне. Өте қуаныштың ал. Балыққа тоқтаймыз. Алғожа, балыққа тоқтай. Үй жаққа келе берсеңші, мен үй жақтан кейін. Әлекең бостандықта, Құдай қаласа, Түркістанға жол тартып бара жатырмыз. Шымкенттен шықтық мінекей. Мінекей Қызыл көпірде келіп балық жесек па деген бір ниет болды. Мінекей Әлекең келеді. Жүрсей. Ай, жүрсей тақасай. Нақта жол жауып қалдың ғой. Жүр. Әлеке, бір минут қала ма? Бостандыққа шыққаныңыз құтты болсын Әлеке. Қаншама көрермендеріңіз бар ғой? Бір көңіл күйіңізді кішкентай айтып жіберсеңіз біздің арнада. Көңіл күй былай ғой, көңіл күй мынау жаңа Қазақстан дейді. Жаңа Қазақстанның бүгінгі соттың әділдігі болар бұл. Немесе бүкіл Түркістан облысында жаңағы саяси бір астармен қамаған Қарағанды облысынан астар. Бүгін 27 Маусым бүгін. Маусым 2023 жылы. Почти мынау 11 ай түрмеде отырдық қой. Мынау бірақ біздің нақты айтқанымыз мынау елдің кем-кетістігі, мынау облыстың төңірегінде жаңағы жымқырып атқан іс-әрекеттерді айтқанбыз, бірақ алайда ол жергілікті биліктерге ұнамады. Сонымен осындай іс-әрекет көп, 11 айдай түрмеде отырдық, бірақ түрмеде отырғанымды өкінбеймін, өйткені бұл ел үшін шырылдасаң, отқа салса жанбайсың, суға салса батпайсың деген осы болу керек. Бүгін әділдік салтанат құрып, мынау Қасым-Жомарт Кемелұлының бір айта кететініміз, жаңа Қазақстан деп құрып атқан программасы Түркістан облысында бүгін әділет салтанат құрып деп ойлаймын. Басқа айтатыным жоқ, бүгін түрмеден шықтық. Бірақ арман қарап жалғастыратынымыз осы, менің мысымды бұзатын жемқор,
ұры қарлардың сыбайластығы емес, менің мысымды басатын халыққа ұнамай, халыққа жағымсыз іс-әрекеттер болса, содан ғана ұяламын. Басқа нәрседен ұялатын ештеңем жоқ. Белсенділігіңізді қайтып жалғастырасыз ғой, Құдай қаласа. Әлбетте. Міне, рахмет.